пандемия расымен де барлығын күрт өзгертті. Бірақ бізге әсер ете алмады. Өзіміздің үйімізді үлкен қақпақпен қоршап тастады. Егер де 800 футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Ойыншылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса. Бұл чемпиондар шоуы. Олар ойыншылардың формасы уақытша, ал деңгейі мәңгілік дейді. Бұл дұрыс деп үміттенемін. Себебі менің формам онша емес болған. Кейде өзімді күлбике сезінген ұнайды. Тура кел. Қазір Барселонада сұмдық жайттар болып жатыр. Бұған қарау ауыр. Ал маған қатыстыса, мен бұған қарауды ұнатамын. Бұл видеоны қарайсыздар деп үміттенемін. Мен жай ғана өмірде бар екенімді естеріңізге салайын дегем, және жұмыс тапқым келетіндігін айтқым келеді. Әзірге күмбез астындағы өмір жақсы өтуде. Күн сайын балдармен бассейнде сауық кешін жасаймыз. Фермерлер лигасы жеке азықтарымызды қалай айналдыруға болатындығын үйретіп жүр. Ал қалған нәрселер бізге дрондар арқылы жеткізіледі. Ей, мұнда қойыңдар. Осында, Кевинге беріңдер шоны. Жоқ, бұларың қате, дұрыс жасап жатқан жоқсыңдар. О, жоқ, онда менің шашыма тағатын ірзеңкі болатын. Біздің тіс бастымыз, жылтыратылған кастеттерім. Не боп қалды жеге? Қазір барлығын ой елегінен өткізем. Сәлемдеме бар қорап жүгер алқабына құлады. Ол жақта біз үшін аса маңызды заттар болатын. Нәтижесінде барлығымыз бейшара боп қалдық. Құтқару миссиясы нар тәуекелге тола. Бұл TikTok үшін тамаша мүмкіндік. Қойш ағасы, сен үнемі TikToктасың ғой. Себебі мен TikTok патшасымын. Алаңдамаңдар жігіттер, чемпиондар барлығын жасайды. Айн, свайн, драйн, іздеуге аттанды. Мұны Канада үшін істейміз. Ой, Дрейк үшін, яғни Германия үшін. Біздің бесеу екендігімізді ұмытпаңдар, достар еке. Мәселе бізге Левандовскийдің ұнауында емес. Ол алаңда теңдессіз, бірақ алаңнан тыс. Не ғой, өз құрдастарымен уақыт өткізгені дұрысау оған. Оны кайф емес деп айтшы ал. Жап-жас жігіттер тобыры алаңда көңіл көтеріп жүр. Hey guys, қараңдаршы, кімге ұқсаймын? Пол Дансер. Әзілді түсіндіңдер ғой, да? Пол Данс. Себебі мен полякпын. Біз түсіндік. Ақырын сөйлеш, досым. Окей, басылыңдар. Сен демал. Альфонсо жөнінде дәл қазір ауыз жабыңдар. Ей жігіттер, мен қорапты тапқан секілдім. Қош, сен туғанда не үшін қуандым? Біз мұны істедік. Қане, TikTokта тойлатайық. Қалай аман, әлгі қорапты тауып алдық. Егер жұмыс орындалған қаласаң, оған чемпиондарды аттандар. Біз әрқашан жегеміз. Сенің осы денің сау ма? Телефоным офф болды. Менікі де. Не болды ден науар ғой? Үйге ең телефонсыз қалай ораламыз? Не білдірдің сен, ақымақ? Не үшін бізді шампанға шомылдырдың? Неліктен бізбен бірге шықтың? Айтшы соны. Мұнаны мойындау қажет. Небәрі 32 жасар шығармын бәлкім. Дегенмен 32-ге келіп үлгеріппін. Кешіріңдер жігіттер, мен тым ушықтырып жіберген сияқтымын. Дәл қазіргі сәттен бастап қарапайым Роберт боламын. Кеттік, сендерді үйге апарайын. Қарапайым картаны қолдану инструкциясы. Бұл боқ. Қараңдар, бұл біздің қолдан кел. Нақтырақ айтсақ, бәрін істеген мен. Расымен де. Осының бәрін қайдан білесің? Менің уақытымда барлығы осылай болатын. Смартфон, ғаламтор деген жоқ кездер. Ежелгі заман. Бауырым, қарттарың мықты, бұл жолы сенімен келісемін. Бұл рас па? Біздің жоқтығымызға бар болған 90 минут қана ғой. Міне достар, 4-ші маусымның алғашқы сериясы осы. Алда бұйырса қалған серияларын аударып дыбыстаймыз. Мен Есбол Қарағұл, қоштаспаймыз.
Ням-ням-ням-ням. Роликтерді көбірек көргің келе ме? Онда тек футбол арнасына жазылып қой. Жаңа шығарылымдарды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпа.